Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Бүгін мен өзімнің 4 қызымның метрикесін санмен белгілеп қояйын деп жатырмын. Бір жерге барғанда вечно ішін ашып, тексеріп тұрамын. Ертеңге справка алуға поликлиникаға жазылғанбыз. Сонымен Америкенің иіні керек болып, барлық метрикені ашып шықтым. Мынау болмайды екен деп, номерлеп жабыстырып қояйын деп шештім. Өте ыңғайлы екен, бірден көрініп тұрады, кімдікі қайсысы екенін. Бала санынан шатаспасаңыздар болды ғой. Осылайына скотчпен қарапайым жабыстыра салдым. Білесіздер, 2 аптадан бері менің қыздарым енді садикке барды. Құдайға шүкір жазылдық. Сол 2 апта, оның алдындағы 2 апта, 1 айдан бері мен ас үйден шыққан жоқпын ғой, өздеріңіз байқағандарыңыздай. Барлық өнерімді қыздарыма салдым. Не жейм десе де соны пісіріп бердім. Әйтеуір солар үшін ғой, үйде отырған соң істеп беруге тырысамын. Құдай қаласа 30 жасқа келейін, сосын барып жұмысқа шығамын. Құдайым сол күнге жеткізсін. Менің қыздарым блинчикті өте жақсы көреді. Бір дайындағанда 3-4 литрлап дайындаймын. Бірақ оны 2 күн, кейде 3 күнге дейін жей береді. Жаймендеп шетінен алып, көз мөлшермен жасай беремін. Ал сіздер көп жасап бересіздер ма блинчикті? Блинчик деген өте ұзақ уақыт алады ғой, сосын ойланып отырып жасай бересің. Ауылда Наурыз көже болып жатыр екен, оны ойладым. Үлкен әдемі үй, оны да ойлап қоям. Еще дайындап жатып ойлап қоясың ғой, диетаңды құртып алма деп, оны да ойлап қоясың. Сонымен солай әр нәрсе ойлап жатып, ойлап отырып, тез пісіріп тастадым. 2 сковородкамен пісірдім. 3 литрдің бары кеткен жоқ, 2,5 литр кетті. 2 сковородкамен тез пісіріп тастадым. Ана плиткада қара дақты көрдіңіздер ма? Соны көрген сайын жыным ұстайды менің. Менің өзім бір мастер-класс сатып алып, домашняя сосиска деп, соны қуыру керек деп, сол жерден от шығарғам. Содан солай қалып қойды. Құдай қаласа, күн жылынса, Еркеназбен бірге Леруаға барып, сол жерде бір нәрсе ұйымдастыру керек болып тұр. Әйтпесе мына жер деген өмір бақи жуылмаған плитка сияқты кәдімгідей менің кішкене нервыма тиеді. Осы блинчикті жасаған кезде бірінші, екінші, үшінші, төртінші ондай қатты әдемі болмайды да, одан кейін барып қол үйреніп тез болып жүре кетеді ғой. Менде солай, сіздерде ше?
міне осылай көп болып шықты блинчигім. Қыздарға бермей өсірген блинчигім ғой. Әйтпесе білесіздер, блинчик деген қыздар ала берсе мүлдем өспейді. Білесіздер, аздан кешке дейін үйдің тірлігімен бір өзім үйде отыру да оңай емес. Білесіздер, қыздарымның ауырғанын, сол кезде киген киімдерін барлығын жинап, барлығын лақтырып тастадым мусорға. Бәле-жәленің барлығы осымен кетсін, қыздарым мүлдем енді ауырмасын деп. Балаларымыз аман болсын, отбасымыз аман болсын, ешқашан ауырмайық, еліміз тыныш болсын. Видео